Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Мен сіздерге бүгін қонақ келгенде дастарханға қоюға өте әдемі және жұмсақ дәмді болып шығатын бауырсақтың рецептімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар, менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге жылы сүт керек және жылы су қажет болады. Менде жылы сүт пен суды араластырып қойдым. Енді оның үстіне қант пен дрожжымызды саламыз. Венчикпен араластырамыз. Бетін майлықпен жауып, жылы жерге 10 минутқа қойып қоямыз. Енді оған дейін біз ұнымызды електен өткізіп аламыз. Міндетті түрде електен өткізіңіздер. Сол кезде біздің бауырсағымыз әдемі болып көтеріліп піседі. Оның үстіне тұзды салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Менде 10 минуттай уақыт өтті. Ұнымыздың ортасын ашамыз. Оның үстіне сұйық майымызды құямыз. Және жұмыртқамызды құямыз. Мінекей менің ашытқым осындай болып көтерілді. Енді осының үстіне құямыз. Әуелі венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін әрі қарай қолымызбен жақсылап қамырымызды илейміз. Ең әуелі осылай ыдысымыздың ішіне илеп алдым. Әрі қарай столдың үстіне түсіріп, жақсылап илейміз. Міндетті түрде 30 минуттай жақсылап илеңіздер. Сол кезде біздің қамырымыз әдемі болып шығады. Мінекей достар, біздің қамырымыз осындай әдемі болып шықты. Енді осы қамырымызды ыдысымызға салып, бетін жабамыз. Енді қамырымыздың бетін әдемілеп жақсылап, ауа кірмейтіндей етіп, пищевая пленкамен жауып шығамыз. Содан кейін бетіне майлық жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілуі керек. Мінекей достар, менің қамырым осындай болып көтерілді. Енді жаймендеп бетіндегі пищевая пленкасын аламыз. Енді дастарханымызға ұнымызды теуіп аламыз. Содан кейін қамырымызды бірден төңкереміз. Мінекей осылай төңкерген бойда оны ешқандай бөлмейміз. Осылай қылып, әдемілеп үстін жаймендеп оқтаумен жайып шығамыз. Жайған кезде қамырымызды қатты жұқа қылып жібермеңіздер. Орташа қалыңдықта болу керек. Қатты қалың қылып та жібермеңіздер. Енді стаканның көмегімен домалақ жасап шығамыз. Домалақ жасап болғаннан кейін ортасындағы қамырын жаймендеп алып, қайтадан илеп, ыдысымызға салып қоямыз. Болғаннан кейін бетін майлықпен жауып 10-15 минутқа қоямыз. Біздің бауырсақтарымыз көтерілу керек. Міне бізде 10-15 минуттай уақыт өтті, бауырсағым осындай болып көтерілді. Енді қызып тұрған майымызға бауырсағымызды салып, пісіріп аламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай біздің бауырсақтарымыз әдемі болып көтеріліп жатыр.
Осылай екінші жағын аунатып, қызартып, қуырып аламыз. Егер де менің видеом рецепттерім ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де видео ұнаса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздерге де тағы айта кетейін, осы қалған қамырдан пирожки жасап жүрсеңіздер де болады. Өте күшті болып шығады. Жасап көріңіздер. Мінекей достар, менің бауырсағым осындай әп-әдемі болып көтеріліп пісті. Және бұның ортасы қамыр болмайды, күшті болып көтеріліп піседі. Қазір сіздерге ортасын болып көрсетейін. Міне біздің бауырсағымыздың ортасы осындай болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Ардақ. Сау болыңыздар.